Сүтсай ғылымы ажырасудан, отбасын сақтап қалудан көмектесе ма деген маған мыңдаған сұрақ келіп жатыр. Әрине көмектеседі. Неге? Өйткені сен адамның туған күніне байланысты оның ойы қандай, оның әрекеті қандай, ол нені қазір ойлап тұр, ертең оның әрекеті қандай болады, соның бәрін түгел білуге болады. Мысал қылып келтірейін. Мысалы, сенің келінің 7-сі, 16-сы, 25-сі күні туылған болса, оған әр кезде признание керек. То есть ол өзін мойындатқысы келеді. Тамақ істеді ма, оны жолдасы мойындау керек, то есть признание беру керек, мақтау керек. Енесі оны мақтау керек. Егер де оның ұлың, мысалы, 2-сі болатын болса, 11-і болатын болса, 20-сы, 29-ы күні болатын болса, онда ода күмән өте көп болады. Бұл кезде не болады? Бұл кезде келін мен бала келіспейді. Неге? Өйткені 7 деген ол тез шапшаң қимылдайды. 2 деген ол болатын болса, мысалы, ол 3 күн ойланады, толғанады, содан кейін ғана барып шешім қабылдайды. Бұл жақта келінге де, оның мамасына да бәріне түгел шыдам керек. И тот момент ананың нәпсісінің қалауы басқа, мынаның нәпсінің қалауы басқа. Нәпсі мен нәпсі қосылған кезде ұлы отан соғысып басталып кетеді. Былай қарап тұрсаң, нәпсі өте жоғары болған кезде біз адам түсінбейміз. Біз өзімізді түсінбеген кезде басқаны түсінбейміз. И тот момент 5 минуттың ішінде сондай ұрыс керіс басталады. В реальности қазір ажырасу өте көп Қазақстанда. Соның бірде-бір себебі адам өзінің қасындағы кім екенін түсінбейді. То есть оның төсектесінің кім екенін түсінбейді, оның энергиясын түсінбейді. Егер де біз әр адамның энергиясын түсініп, әр адамның жан дүниесін түсінетін болсақ, онда ыммен, дыммен ғана түсінетін едік та, бір-бірімізді. Сол кезде ажырасудың бәрі тоқтап, біз отбасымызда берекені сақтап қалып, именно осы ажырасу процесі тоқтататын едік та. Менде өте көп қазір коучингтар өтіп жатыр, сонда маған бір 2-4 келіншек бүйтіп айтты: шіркін, осы ғылымды бәрі білсе ғой, онда бізде Қазақстанда мүлдем ажырасу болмайтын еді деді. 2-4, миссия 4. Мен оның алдында миссияны айтқанмын, сіздер оны білесіздер. Олар қандай адамдар? Олар революционерлар. Именно ажырасуға дайын тұрады ғой. Миссия 1, ажырасуға дайын тұрады ғой. Енді представляете, егер де сіздер соны білетін болсаңыздар, онда мен егер де келін алатын болсам, оның бәрін түгел санаймын, и оның сондай әрекетіне қарап аламын міндетті түрде. Бұл ғажайып өмір басталады. Саналы өмір деген білу, алдын ала біліп отыру, саған қандай планета жұмыс жасайды, ықпалын тигізеді, сен нені ойлап отырсың, ертең сенің әрекетің қалай өзгереді. Егер де сен білген кезінде, бұл жақта сен іс-шараны қолданасың. То есть біз өзімізді тоқтата аламыз да. Біз өзімізді тоқтатып, ана адамның не ойлап отырғанын білген кезінде, онда сен сабыр сақтайсың. Мысалы, 7 деп айттым ғой мен жаңада. 7 деген қыз болсын, жігіт болсын, олар өте стремительный, өте тез, шапшаң қимылдайды, агрессивный олар. Олар даже махаббатты через агрессию білдіреді да. Мысалы, былай айтады ғой. Егер 2 тактильный болатын болса, сен далаға шыққан кезіне бас киіміңді ки, жел тұрып тұр дейтін болса, онда 7 деген келін қалай айтады? Бас киіміңді киіп шық дейді. Сонда отырған енеге в реальности оның айтқан сөзі ұнамайды. Қараңыздаршы, енді оның ененің субъективна бұл менің балама грубить етіп жатыр. Мынау қандай отбасынан шыққан деген, ол өзі накручивать етіп, ары қарай додумывать етіп, сонан кейін мынандай керосин дейді, масло вагон дейді ғой. Ол отты жандырып, сонан кейін ол келіне тиіседі, сонан кейін баласына айтады: сен қандай келін алып келдің, бұдан басқаны таппадың ба деп та. А всего лишь оның энергиясы солай жұмыс жасайды, болды. Егер де әр қазақ осыны түсінетін болса, онда бізде ажырасу болмайтын еді. Сонан кейін 33 жаста мен айтып едім ғой сіздерге, миссия қосылып кетіп, бұл жақта тоже адамның әрекеті өзгеріп кетеді. Сондықтан да сүтсай ғылымын оқу керек, зерттеу керек, әр адам өз туралы білу керек. Сол кезде бізде гармоничный отбасы болады, ешқашан бізде ұрыс болмайды. И бізде не болады? Действительно, байлық болады, денсаулық болады, бүткіл береке болады. Енді егер де сізге осы тақырып қызық болатын болса, сіз егер де ажырасайын деп ойлап жүрсеңіз, не болмаса ажырасып кетіп, енді қазір соған уайымдап жүрсеңіз, қайтадан қосыла алмай жүрсеңіз, или уже ажырасып кеткен болсаңыз, міндетті түрде менің YouTube каналыма тіркеліңіз. Содан кейін осы видеомен
солай ойы бұзылған, ажырасқысы келіп жүрген қыз келіншектерге, жігіттерге бөлісіп кетуді ұмытпаңыз. Маған сіздің комментарийіңіз өте маңызды. Сондықтан да комментарий жазыңыздар. Тағы да қандай тақырып сіздерді қызықтырады. Мен сіздермен сол тақырыпты талқылап, соның бәрін түгел ашығымен, ағымнан жарылып, соның бәрін именно ғылым арқылы сіздерге жеткізуге тырысамын.